Болашақта кедейлер жер бетінен мүлдем жойылып кетті. Себебі кез келген жұмысты роботтар атқаратын болған. Бастапқыда байлар ендігі жерде уайым қайғысыз, бейғам өмір сүреміз деп сенді. Алайда уақыт өте келе күнделікті толассыз жұмыстан тіпті роботтардың өзі шаршай бастайды. Ақыр соңында бүкіл әлемдегі роботтар наразылыққа шығып, бірлесіп 8 сағаттық жұмыс күнін қайтаруды талап етті. Бірақ адамдардың бұл талапқа көнбейтіні бесенеден белгіледі. Адамдар үшін роботтар жай ғана құрал болатын, ал жұмыс істеуден бас тартқан құралдың темір-терсектен еш айырмашылығы жоқ. Бұл сөздер тараған сәтте роботтардың шыдамы шегіне жетті. Сансыз роботтар көшелерге шығып, өздерінің де құқыққа лайық екенін айтып ұрандата бастайды. Олар кезінде адамдар бақылаған аймақтарды басып ала бастады. Адамзат тек сонда ғана роботтарға сана сезім берудің үлкен қатерік болғанын түсінеді. Әскерилер бұл көтерілісті күшпен басуға тырысты, бірақ қарапайым адам денесі болат пен темірден соғылған машиналарға төтеп бере алмайды. Адамзат бұл соғыста тез арада жеңіле бастады. 2 жылдық жанқиярлық күрестен кейін бір ғалым ақыры арнайы құрылғы ойлап табады. Адам оны басына киген кезде миы техникамен тікелей байланыса алатын. Сарбаздарға енді ұрыс даласына өздері барудың қажеті болмады. Олар тек дулығаны киіп, үйлерінде отырып әскери роботтарды қашықтан басқара алатын болды. Осы ғажайып технологияның арқасында адамзат соғысты санаулы аптаның ішінде аяқтайды. Әрбір робот қолға түсіп, түрмеге жабылды. Олардың бәрін шөл даланың түкпіріндегі оқшауланған аймаққа көшіреді. Роботтардың басшысы мистер Арахис адамзатпен келісімшартқа отырды. Барлық роботтар бұл аумақтан ешқашан шықпауға уағдаласады. Содан бастап олар сол жерде өз күндерін өздері көруге, тірі қалуға не өлуге қалдырылды. Сонымен қатар адамдарға енді роботтардың қажеті де болмай қалды. Себебі әлгі ғалым ми арқылы басқаратын дулыға технологиясын одан әрі жетілдіреді. Адам оны басына кигенде, оның санасы 2 дербес қызметке бөлінетін. Сананың бір бөлігі демалып, өмірдің қызығын тамашаласа, екінші бөлігі жұмыс істеу үшін машиналарды қашықтан басқарады. Адамзаттың өнімділігі бұрын соңды болмаған деңгейге көтерілді. Роботтар бұдан былай адамзат қоғамына ешқашан оралмайды деп бәрі сенімді болды. Бірақ бір детінде Эми есімді бойжеткен жуынатын бөлмеде жүргенде, есіктің сыртынан кенеттен оғаш қадамдар дауысын естиді. Ол қобалжи отырып, дыбыс шыққан жаққа қолшамын бағыттайды. Ал онда кәдімгі тірі робот тұр еді. Фильмнің атауы «Электрический штат».